Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымызды бастайық. Сабағымыздың тақырыбы ұзындықты өлшеу. Мұғалімдерің сендерге ануға байланысты бір оқиғаны айтып берейін. Ану анасымен бірге сыйлық болатын болыпты. Ол екеуінің сыйлығының мөлшері бірдей еді. Ану анасына қандай өлшемде таспа дайындайтынын сұрады. Анасы 5 қарыс ұзындықта таспа дайында деді. Анасының айтқанындай 5 қарыс ұзындықта таспа дайындады. Анудың дайындаған таспасы жетпеді. Неліктен мұндай мәселе шықты? Бұл анудың анасының таспасының ұзындығы екен. Тексерейік, мұғалімдерің қарыстап көрсін. 1, 2, 3, 4, 5 қарыс. Анудың таспасын орналастырып, ұзындығын өлшеп көрейін. Осылай орналастырамыз ба? Қалай орналастыруымызға болады? Өте жақсы. Басталу нүктесін бірдей қойып орналастыруымыз керек. Екі таспа қандай өлшемде? Иә, 5 қарыс. Анасының таспасының ұзындығы да 5 қарыс. Анудың таспасының ұзындығы да 5 қарыс. Неге екеуі де бірдей 5 қарыс болса да, ұзындықтары әр түрлі болып тұр? Анудың сыйлық болатын таспасы неге кеміп тұр? Сендер не деп ойлайсыңдар? Біз 2-ші сыныпта Моңғолдың дәстүрлі өлшемдерін танысқанбыз. Еске түсіріп көрейік. Мұғаліммен бірге айтыңдар. Бұл қандай өлшем? Иә, бұл 1 қарыс. Тағы қандай өлшемдер білеміз? Шынтақ, жарты құлаш, тағы қадамды көрдік. Басқа да қандай ұзындық өлшем бірліктерін білеміз? Өте жақсы. Миллиметр. Қалай қысқаша жазамыз? Иә, осылай жақсылап қараңдар. Тағы қандай бірлік көрдік? Сантиметр. Қысқартып, былай жазамыз. Ұзындық өлшем бірліктерін қатесі жазып үйренейік. Келесі бірлік дециметр. Тағы метрді де көрдік. Мұна екі таспаның ұзындығына қарайықшы балалар. Қандай бірліктермен өлшесек болады екен? Анудың анасы ануға белгілі бір стандартты бірлік айтпағандықтан таспаның ұзын қысқалығынан қателесті. Онда ануға анасы қандай ұзындықта таспа дайында дегені өлшеп көрейік. Сендер мұқият қарап отырыңдар. Қандай өлшеу құралдары бар? Мұғалімдерім мынандай бір сызғыш ұстап тұр. Бұл метрлік таспа екен. Біз сабақта күнделікті керектенетін сызғыш бар. Тағы да қандай өлшеу құралдары бар? Экранға назар аударайық. Ең соңында тұрған осы бір құралды қандай құрал деп ойлайсыздар? Иә, бұл биіктігімізді өлшейтін құрал. Биіктігімізді өлшесек те ұзындық бірлігін керектенеміз. Таспаның ұзындығын өлшейік. Мұқият қараңдар. Дұрыс өлшедік пе? Жоқ, әлде ілгері жүргізейін бе? Қалай өлшеуімізге болады? Біз 2-ші сыныпта өттік. Таспаның ұшын сызғыштың басталу нүктесімен немесе нольға орналастырамыз. Мұқият қарайық. Таспаның ұзындығын өлшедік. Енді нені байқадыңдар? Мұғалімдерінің сызғышы қандай көрсеткіш екен? Иә, солай.
Сызғыштың көрсеткіші 5-5-пен қосылыпты. Мұнда 85. Ары қарай санайық. 86, 87, 88. Анасының таспасының ұзындығы 88 метр ме, сантиметр ме? Өте жақсы. 88 сантиметр екен. Енді Анудың дайындаған таспасының ұзындығын өлшейік. Қай жерден бастап өлшейміз? Өте жақсы. Таспаның ұшынан орналастырамыз. Бұл жерге дейін 70. Санайық. 71, 72. 72 сантиметр ұзындықты екен. Жазайық. Нені байқадық балалар? Екі таспаға зер салайық. Екеуі де 5 қарыс. Стандартты өлшеммен өлшеп көргенде осындай өлшемдер шықты. Анасының таспасының ұзындығы 88 сантиметр, қызының таспасының ұзындығы 72 сантиметр. Нені байқап тұрсыңдар? Таспалардың ұзындығы әр түрлі екен. Бірақ та екеуі де 5 қарыс. 5 қарыс бола тұра, неге өлшемдер әр түрлі? Анасының қарысының ұзындығы мен қызының қарысының ұзындығы бірдей ме? Олай емес. Ұзын, қысқа әр түрлі. Келесі тапсырмаға көшейік. Қолымызға сызғыш қарындаш ұстайық. Балалар, дайын болсақ, тапсырманы бастайық. Дәптерлеріңе 1 сантиметр ұзындықта кесінді сызыңдар. Өлшеп көріңдер. Сендер қолдарыңмен сызған кесіндіні шамалап көріңдер. Мұғалімдері нақты өлшемін осында көрсетіп қойды. Бұл 1 сантиметр. 1 сантиметр қандай ұзындықты екенін саусағымызбен шамалап көрсетейік. Сызған 1 сантиметр кесіндіге 1 миллиметрді белгілеңдер. Белгілеу үшін сызғыш пайдаланыңдар балалар. 1 миллиметрді 1 сантиметрді неше тең бөлікке бөлген екен? 10 тең бөлгеніне тең. Балалар, 1 дециметр ұзындықта кесінді сызыңдар. Қандай өлшемде? Бір дециметр ұзындықты таспаны орналастырайық. Мұғаліммен бірге өлшеп көріңдер. Өздерің сызған 1 дециметр ұзын кесіндіні саусақтарыңмен шамалаңдар. 1 дециметр осындай ұзындықта. 1 дециметрде неше сантиметрге тең? Өте жақсы, 10 сантиметрге тең. Енді 1 метр ұзын кесінді сызайық. Дәптерлеріңе сиям екен балалар? Симайтыны белгілі. Оны өлшеп көрсетейік. Мұғалімдерің 1 метр ұзындықты кесінді дайындап келді. Өлшемін тексерейік. Өлшеу үшін алдымен не істейміз? Ойланып көріңдер. Мүмкін өлшегенде сызғышымызда қиғаш ұстасақ қалай болар екен? Сондықтан сызғышты түз ұстауымыз керек. Ендеше мұқият қарайық. Көк таспа 1 метр ұзындықта. 1 метрде 1 дециметр неше рет қайталанады? Бұл сызғыш 1 метр ұзындықта. Арасы 1 дециметр немесе 10 сантиметр 1 дециметр. 1 дециметрді басқа түстермен белгілеген. Неше рет топталып тұрғанын санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 метрде 10 дециметр бар. 1 метрде 10 дециметр. 10 дециметрде неше сантиметр барын табайық. Тең 100. 100 сантиметр. Олай болса 1 метрде
100 сантиметр бар екен. Енді 1 километрде өлшейік. Қаншалықты ұзындықта болады? Мысал келтірейік. Кейбір автобустардың аялдамасының арақашықтығы 1 километр болады. Біз алыс жолды километрмен өлшейміз. Атауымен танысайық. Қалай жазылып тұрғанын жақсылап қарайық. Балалар, оқиық. Километр. Километрді қысқартып, осылай жазамыз. 1 километрде неше метр бар? 1 метріміз осыншама ұзындықта болады екен. Онда метр неше рет қайталанса 1 километр болады. 1 километрде 1000 метр бар. Суретке қарап ұзындық өлшемдерін шамалап айтыңдар. Ыдыстың биіктігі, ағаштың биіктігі, күнбағыс сұрығы. Қалааралық жол. Дәптерлеріңе жазыңдар. Өз орындағандарыңды тексеріп көріңдер. Километрді метрге айландырып жазайық. 1 километрде неше метр? Еске түсірейік. 1000 метр. 2 километр, 3 километр деген сияқты жазыңдар. Дұрыс терісін тексеріңдер. 4 километр 500 метрде неше метр болады? Өте жақсы. 4500 метр. 1064 метрді километр және метрге айландырайық. Нешеу? 1 километр 64 метр. Келесі есепті өздерің шығарып көріңдер. Берілген 3 өлшемді көрсетілген бірлікке айландырып жазыңдар. Жауаптарыңды тексеріңдер. Өлшемді берілген сан түзуіне нүктемен белгілеңдер. Сан түзуінің көрсеткішін нешемен аламыз? «87 сантиметр» қайда орналасқан? Қарайық. Нүктемен белгілейік. Үш мың 160 метрді нүктемен белгілейік. Сан көрсеткішін нешемен алуға болады? Иә, 3100 көрсеткіштен 3200 метр бар. 3160 метр қайда? Нүктемен белгілеңдер балалар. Есептерді дәл осындай сан түзуіне белгілейік. Өлшемдерді салыстырайық. 9 сантиметрді миллиметрге айландырсақ өте оңай болады. Осылайша 7 дециметр 90 миллиметр. Қайсысы көп? Өте жақсы. 7 дециметр 91 миллиметрі көп екен. Келесі есепке қарайық. 1 миллиметр 2 дециметрді сантиметрмен өрнектейік. 120 сантиметр. 125 сантиметр 120 сантиметрден көп. Енді бір тәсілмен есептеп көрейік. 125 сантиметрді метр сантиметрге өрнектейік. 1 метр 25 сантиметр болды. Тағы 1 метр 2 дециметрді метр сантиметрге
өрнектейік. Осылайша 1 метр 20 сантиметр болды. Салыстырайық. 1 метр 25 сантиметр көп. Есепті өз беттеріңмен есептеңдер. Қыз бала мен ұл бала 2 қосу есепті 2 тәсілмен орындаған ек. Қалай есептегендеріңе назар аударайық. Қыз бала, мен қосу үшін өлшемді кіші бірлікке айландырдым. Ұл бала, мен тура қостым депті. Енді азайту амалын 2 баланың тәсілімен есептеп көріңдер. Саяхатшы алғашқы күні Улан-Батордан Дархан қаласына дейін, келесі күні Дарханнан Эрдэнэт қаласына дейін жүрді. Саяхатшының жүрген жолы суретте берілген. Сұраққа жауап берейік. Саяхатшы алғашқы күні неше километр жол жүрген? Өте жақсы, 245 километр жол жүрген. Саяхатшы екінші күні неше километр жол жүрген? 182 километр жол жүріпті. Саяхатшы 2 күнде барлығы қанша километр жол жүрген? Есепті шығарыңдар. Дұрыс жауабын тексеріп көріңдер. Барлығы 427 километр жол жүріпті. 2 күн жүрген жолдың айырмасын табайық. Есептеңдер. Екінші күні бірінші күнгіден 63 километр аз жол жүрген. Бүгінгі сабақта біз ұзындықты шамалап, өлшем бірлігін айтып үйрендік. Ұзындықты өлшеп, сәйкес келетін бірліктерін таңдап алатын болдық. Ұзындықтың өлшемін берілген бірлікке айландырып үйрендік. Ұзындықтың өлшемін есептеп алдық. Өздеріңді бағалап көріңдер. Үй тапсырма: 1 метр ұзындықта таспа дайындаңдар. Терезе, есік, теледидардың ұзындығын және енін өлшеп, өлшемін шамалап, кестеге жазыңдар. Шамалаған өлшемдеріңді өлшеп, өздеріңді тексеріңдер. Бүгінгі сабақта белсенді қатысқандарыңа рахмет. Сау болыңдар.